Қайырлы күн, бүгін сіздерге атаулы әлеуметтік көмек алуға өтініш беруді, яғни АСП-ға қалай онлайн заявка береміз, соны үйрететін боламын. Ол үшін біз egop.kz деген сайтқа кіреміз және вайти дегенді басамыз. Міндетті түрде бізге өзіміздің ЭЦП кілтіміз қажет болады. ЭЦП дегенді таңдап, выбрать сертификат дегеннен өзіңіздің ЭЦП ключіңізді ашып, ондағы ауыз деген файлды таңдайтын боламыз. Және міндетті түрде пароль деген жерге өзіміздің ЭЦП ключіміздің паролін жазамыз. Және де үстінен басып подписать дегенді басамыз. egop сайтына кіргеннен кейін мына жерде социальное обеспечение деген болады, яғни әлеуметтік қамтамасыз ету. Осы жерден помощь семьям, яғни отбасыларға көмек дегенді басамыз. Осы жерде бірнеше услугалар шығады, показать все деп осы терезені толығырақ ашып алғаннан кейін назначение АСП, яғни мемлекеттік атаулы көмек алу дегенді басамыз. Одан кейін заказать услугу онлайн дегенді таңдаймыз. Және де міндетті түрде мына жерде біздің мекен жайымыз көрсетіледі. Егер біздің мекен жайымыз дұрыс болса, онда оның үстінен басамыз. Егер де сіз басқа мекен жайда тұратын болсаңыз, онда выбрать другой адрес дегенді басып таңдайсыз. Біздің жағдайымызда біздің мекен жайымыз дұрыс болғандықтан проверить заявителя батырмасын басамыз. Одан кейін төменгі жақта жанұя мүшелерін толық көрсетеміз. Міндетті түрде балаларыңыздың және жұбайыңыздың ин нөмірлері қажет болады. Добавить члена семьи дегенге басып, ознакомлено деп басып, мына жерге міндетті түрде ин енгіземіз. Одан кейін сохранить батырмасын басамыз. Дәл сол секілді жанұямыздағы басқа да балаларымызды, жұбайымызды толық тіркеп шыққаннан кейін проверить членов семьи дегенді басамыз. Одан кейін перейти к проверке счета дегенді басамыз. Одан кейін мына жерге даю согласие дегенге галочка қойып, номер банкового счета дегенге, егер Каспий банкоматыңыз болса, онда сіз мой банкқа кіріп, Каспий голдтың үстін басып, инфо дегеннен реквизиты карты счета деген жерден счет дегенді таңдап, номер счета карты деген жерде KZ-тен басталатын банк нөмерлерін толығырақ жазасыз. Жазып болғаннан кейін төменгі жақта далее батырмасын басып, подписать используя электронный цифровой подпись, носитель информации дегенді таңдаймыз. Және де тағы да біз өзіміздің ЭЦП ключімізге барып, енді ERSA файлымызды енгіземіз. ERSA файлымызды таңдап алғаннан кейін міндетті түрде қайтадан паролімізді енгіземіз. Біздің міне барлық қадамдарымыз аяқталды. 15 жұмыс күннің ішінде біздің өтінішіміз қаралатын болады. Толығырақ нақты ақпаратты ұлттық білім деректер базасы, яғни НОБД маманынан толығырақ қарап сұрап біліп отырасыздар. Кәделеріңізге жарасын.